Қойшы мен бай ертегісі. Ерте заманда, ешкі құйрығы келте заманда, бір байда жүрген қойшы байдан көп жылдар бойы ақы ала алмаған соң, және байдың қорлығына шыдай алмай, бір түнде еліне қашып кетеді. Бай іздейді, бірақ таба алмайды. Қойшы бірнеше күн жүрген соң, бір ауылдың шетіндегі бір кішкене үйге қонайын деп кіреді. Үйде қарт пен кемпір тұрады екен. Үйі әрі тар екен, әрі кішкентай көрінеді. «Ата, өте алыстан келемін, қонуға бола ма?» деп қойшы рұқсат сұрайды. «Үйіміз тар, өзіміз шақ отырмыз. Бұдан басқа бір кең үйім бар еді. Онда қазір шайтандар бар. Қысы-жазы судан шықпайды. Жазда пішенімді шауып береді, қызметімді бітіреді, ал қыста қарымды күрейді. Күнде қызмет тауып бер деп мазамды алады. Басқа бір үйге қон, шырағым!» дейді шал күрсініп. «Атеке, ол үйіме мен жатайын, талай рет шайтанмен жолдас болғанмын», дейді қойшы. Қарт қойшыны шайтан бар деген үйіне кіргізеді. Қойшы үйдің төріне жата бергенде, шайтандар қойшыны қоршап алып, «Қызмет бер» деп маза бермейді. Қойшы барлығына бұйрық беріп, таң атқанша терезенің алдында бір үлкен үй тұрғызыңдар. Үйдің алды көл болып, жүзген қаздары, айнала өскен ағаштары болсын, дейді. Шайтандар түн ортасы болмай-ақ қойшының тапсырмасын орындап, тағы да маза бермейді. Қойшы маза ала берген соң, барлық шайтандарды жинап, «Қане, барлығың қой болып мына пештің ішіне кіріңдер де үндемей жата қалыңдар», дейді. Шайтандар пештің ішіне кірген соң, пештің аузында, төбесінде үлкен таспенен қойып, бітеп қояды. Шайтандар шыға алмай, «Тұра тұр бәлем, қой баққанда бір кездесерміз» деп ұйқыға кіріседі. Таң атқан соң қойшы шалмен қоштасып, жолға шығады. Қойшы бірнеше күндер жол жүріп, туған еліне келеді. Әке-шешесі қуанып, той жасайды. Бірақ кедейліктен қойшы сол жердегі бір байдың қойын қыста далаға бағып, шығуға 2 қозылы қой, бір қайыс етік, бір шекпен киімге жалданады. Күндердің бір күні қойшы қойларды қар астындағы тебінде жайып жүрсе, баяғы бекітіп кеткен шайтандары келіп, қойшымен амандаса кетеді. Қойшы бір құшақ қамысты алып өртей бастайды. Шайтандар қорқып, «Ойбай, не істеп жатырсың?» дейді. Қойшы, «Сендердің алтындарыңды тауып бермейді деп өртейін деп жатырмын», дейді. Зәресі кеткен шайтандар, «Ойбай, өлтірме, қазір алтындарымызды әкеліп берейік», деп жалына бастайды. Қойшы өтті сөндіре қояды. Көп кешікпей шайтандар алтындарын қойшыға алып кеп береді. Қойшы алтынды алып шайтандармен қош айтысады. Қойшы алтынды далаға бір иесіз үйге сақтап, байға жұдырықтайын әкеліп көрсетеді. Өмірінде алтын көрмеген бай қойшыға, «Маған алтыныңды сат», дейді. Сонда қойшы, «40 қойға ал», дейді. Бай қойын беріп, алтынды алады. Екінші күні әуелдегіден көбірек алтын әкеліп, байға тағы да көрсетеді. Бай оны да қойшымен келісіп, жалғыз арғымағына алады. Үшінші күні қойшы бір торсық алтын әкеліп көрсетеді.
Бай бұл алтынды жалғыз қызына сатып алып, қойшыны өз алдында отаулап шығарады. Күндердің бір күні қыс өтіп, жаз да шығады. Қойшы байдан тиесілі қойларын, заттарын алып, қалған алтынын алтынға алған қойларын алып, өз алдына үй-жай болып шаруашылық құрады. Үрейі ұшқан бай қойшыдан қорқып, іргесін аулақтай береді.